Қазақстан Республикасы тәуелсіздігі кезеңінің басты жетістіктерінің бірі ұлттық мәдениетті дамыту әрі тарихи мұраны сақтау. Ридзерде бірнеше салалы мекемелер қызмет етеді. Олардың ең көнесіне биыл 60 жыл толып отыр. Бұл Ридзерлік тарихи өлкетану мұражайы. Тұңғыш директоры әрі негізін қалаушы Владимир Клинк болып келетін Ридзерлік тарихи өлкетану мұражайы 60 жылдық мерейтойын атап өтуде. Мұражайдың жүрегі оның қорлары. Тәуелсіздік жылдарында олар 17 мыңнан 33 мыңға дейін жәдігерлерге толған. Олар туған өлкенің тарихы мен мәдениетін сақтауға көмектеседі. Все основные вехи. Біздің қаланың бүкіл даму кезеңдері осы Ридзерлік өлкетану мұражайымен ұсынылады. Әрі мұражайда биыл өз мерейтойын 60 жылдығын атап өтуде. Тәуелсіздік жылдарында мұражайдың тарихындағы маңызды дәуірі мемлекеттік жол картасы бағдарламасы бойынша 2009 жылы бөлмелердің тиянақты жөнделуі, мұражай жабдықтарының сатып алынуы болды. С этого времени пошел новый старт. Сол уақыттан бері жұмыс одан әрі қыза түсті. Өйткені қызметкерлер түсінді. Мемлекет дағдарыстың күрделі кезеңінде қаржы бөліп, мәдени мұраны сақтап қалды. Мұражай мамандары деректі қорды жинақтау бойынша ауқымды жұмыс атқарып жүр. Таяу және алыс шетелмен хат алмасып тұрады. Ал тұрғындардың жаңа ақпараттық технологияларды қолданып мәдени құндылықтарға қол жетімдігін кеңейту үшін мұражайда мұражай танушы бағдарламасы ендірілген. Қорлардың цифрландырылуы жүргізілуде. Қазіргі таңда 5 мыңға жуық жәдігерлер цифрлық форматқа көшкен. Предстоит еще большая работа по цифровке. Цифрландырудың ауқымды жұмысы алда, бірақ осы жаңашылдық әр мұражайға ендірілгені өте маңызды. Ридзерлік мұражай естелік акцияларды өткізу бастамашысы. Айта кетсек, 2013 жылы мұражайшылар тұңғыш рет жеңіс күніне мәңгілік сапта акциясын өткізген. Жыл сайын 9 мамырда ридзерліктер қала көшелерімен бағанмен жүріп, кезінде жеңіс әкелгендердің портреттерін мақтанышпен алып өтеді. Мұражайшылар мен іздестірушілердің бірлескен қызметтерінің арқасында қаншама есімдер қайтарылды. Соңғы жылдарда даңқ обелискінде отан үшін өмірін қиған лениногорлықтардың жаңа есімдері пайда болған. 70 жылдан соң бейтаныс сарбаздар отанға қайта оралып, есімдерін тапты. Здесь именно в музее так приходит. Осы мұражайға келіп, адамдар портреттерін әкеліп, өз жауынгері туралы айтады. Бұл акция бүкіл кіші жастағы және ересектермен мойындалған. Тәуелсіздік жылдарында мұражайда экскурсиялар қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде өткізіле бастады. Ал 2013 жылы Ридзерлік тарихи өлкетану мұражайы 26 мұражайдың арасында республикалық үздік экскурсия танушы байқауында бірінші орын иемденген. Бүгіндері мұражайдың рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша өлкетану және этнографиялық жобалары үздіктердің бірі болып саналады. Қазақстан тәуелсіздігі жылдарында Ридзерлік тарихи өлкетану мұражайының ұжымының еңбегі көптеген марапаттармен ескерілген.